Қайырлы күн қыз-келіншектер. Бүгін мен сіздермен ұйғырдың нағыз самсасын оригинал рецептпен бөлісетін болам. Бұл рецепті ешбір жерде көбісі айта бермейді. Сол себептен видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 1 килограмм ұнымыздың ортасын ашып, 65 грамм қантымызды, 40 грамм тұзымызды салып, 425 грамм суымызды құйып, қантымыз бен суымызды ерігенше қолымызбен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне 80%-тік 200 грамм сары майымызды салып аламыз. Және де бір жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Және де бізде құпия жері жарты шай қасық содамызды ұнның бетіне сеуіп салып енді араластырамыз. Бұл сода қосатынымызды көп жердегілер айта бермейді. Сол себептен сода қосып жасап көріңіздер. Самсамызды бір қолымызбен басып елемей, екі қолдың көмегімен дәл осылай видеодағыдай араластыра отырып елеміз. Елеу барысында артық ұн қоспаймыз, себебі бізде тығыздығы қатты болып, самсамыз қатты болып шығуы мүмкін. Сол себептен артық ұн қоспаңыздар. Жаю барысында да ешбір ұн қосудың қажеті жоқ. Қамырымызды дәл осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп, ешбір алақанның көмегімен немесе жұдырықпен үстін басудың қажеті жоқ. Сол себептен тура видеодағыдай жұмыс жасасаңыздар жеткілікті. Мен бұл рецепті арнайы маманнан үйрендім. Самса сатып, бизнес істеп жүрген кісіден. Сол себептен ешбір қорықпай жасап көріңіздер. Қамырымыз дайын болды. 20 минутқа ауа кірмейтіндей қылып бетін жауып қоямыз. Жиырма минут тұрған қамырымыздың бетін жұдырығымызбен қатты қылып басамыз. Жақсылап еленген қамырымызды және 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Холодильникке салудың қажет жоқ. Бөлме температурасында ауа кірмейтіндей қылып бетін жауып қоямыз. Салмасына келсек, 600 грамм тартылған етімізге 3 дана пиязымызды турап, дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосамыз. Он 15 минутта дайын болған қамырымызды
үш бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігі рулет сияқты болады. Үстін қолмен елеп басып, әрбір бөлігін 102-105 граммға бөлеміз. Мен бұл жерде 102 граммнан бөлгенмін. Самсам үлкен, әдемі болып шықты. Әр бөлікті жаю барысында су немесе ұн қолдануға болмайды. Өзінің тығыздығымен қамырларды жайып, салмасын салып, самсамызды жасаймыз. Қамырымызды жаю барысында кішкене жабысуы мүмкін. Өздеріңізге қарай осылай жабыстырып жайып, сонан соң үстіне қарай шар тәріздес қылып осылай жаясыздар. Мінекей, ешқандай да жабысқан жоқ. Ұн қоспадым. Өзінің тығыздығында жайылған қамыр, ортасына фаршымызды салып, жанын түйіп шығамыз. Самсаның бетіне тек сарысын жақпаңыздар. Естеріңізде болсын, ол бетін күйдіріп жіберуі мүмкін. Сол себептен сарысына кішкене сүтімізді қосып жақсаңыздар, беті бір келкі пісіп, сап-сары болып әдемі болып шығады. Көп жағудың қажеті жоқ, аз мөлшерде жақсаңыздар жеткілікті. Алдын ала қыздырылған пешімізді 200 градуста 35-40 минутқа қойып,
осылай әп-әдемі қылып пісіріп аламыз. Менің видеомды соңына дейін көріп тамашалағаныңызға рахмет. Ас болсын. Әр апта сайын сіздерге жаңа рецептпен бөлісіп отырамын.